Сәлем достар, пайдалы кеңестер арнасына қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдын ала рахмет. Қазақша каналдың дамуына үлес қосыңыздар. Бүгін сіздермен жұлдызнама белгілеріне толық мінездеме айтатын боламын. Тоқтылар әрі көңілді еңбекқор болып табылады. Олар өте белсенді және өз бетінше өмір сүруге бейім. Олар бір орында көп отыра алмайды, үнемі көш басында болуға тырысады. Сондай-ақ кейбір тоқтылар ашушаң, қыңыр мінезді болып келеді. Тоқтылардың ең жаман қасиеті шыдамсыздық. Күйбелілікке бой алдырып, дөрекілік әрекеттерге жиі барады. Торпақтар өте қыңыр мінезді. Олардың өзіндік көзқарасын өзгерту өте қиын. Олар өте адал болып келеді. Үйдегі жылу мен жайлылықты жандары сүйеді. Мінезі ұяң және қалыптасқан жаңа жағдайларға бейімделуі қиын болып табылады. Жағымсыз қасиеті эмоцияға тез берілетіндігі. Олар абырой атақ құмар, салтанат жиындар мен мерекелік шаралардан қалғылары келмейді. Егіздер көңілді келеді. Олардың өмірі әдетте шу мен қызыққа толы болады. Олар зеріккенді ұнатпайды, әрдайым жаңа әсер алғысы келеді. Мінездері тұрақсыз, айлакер әрі ақылды келеді. Әр кез жүйкесі тозып, қабағы шытылып жүреді. Осы белгідегі әйелдерді сүю өте қиын, өйткені олар сезімдерін көрсетуден жұрдай, тәуелсіз болуға тырысады. Шаяндар көбіне сенімсіз және жүректері нәзік келеді. Үйде отбасының ортасында уақыт өткізгенді ұнатады. Аналарына өте жақын және тыныштықты жақсы көреді. Шаяндар қырсық, қиялшыл, нәзік және әсерлі болады. Олар табиғатты сүйеді. Олар құрбысына адал дос, жолдасына сүйікті әйел, балаларына қамқор ана бола алады. Арыстан белсенді әрі көпті болуға құштар болады. Олар бәрінің назарында болғанды ұнатады. Беделді, атаққұмар және кішкене өзімшіл келеді. Сондай-ақ олар өзгелерге қайтарымсыз көмек көрсеткенді жақсы көреді. Мерекелерді ұнатады және көңіл көтеруді біледі. Адамдарға қатты сенгіш, соның салдарынан тез алданып, саны соғып қалады. Опасыздықты кешірмейді. Бикештер өте нақты және ұқыпты болып келеді. Жұмыс істегенді ұнатады. Бей-берекеттік пен ретсіздікті жандары сүймейді. Олар білім құмар және саяхаттағанды жақсы көреді. Олар атақ құмарлыққа ынтық емес, махаббатқа да солай қарайды. Әйелдері өте сұлу, көркем болып келеді. Бикештер үшін сәрсенбі сәтті күн болып есептеледі. Таразылар өте мейірімді, сезімтал келеді. Олар эмоцияға берілген, кейде қатты қызбалыққа салынады. Дегенмен жанжалдасқанды ұнатпайды және мәселені шиеленістіруге тырыспайды. Олар адамға жылы шырай танытады, сондықтан да жолдастары көп болады. Мінезі жұмсақ, ақылды, әр нәрсені таразылайтын қасиеттерге бай. Таразылар үшін тыныштық пен бейбітшілік өте қымбат. Саршаян белгісінде туылған адамның мінезі қатал. Олардың мінезі екі түрлі бағытта сипатталады. Бірі ақкөңіл болса, кейде өте заһарлы болады. Күш, қайрат, қайсарлық, өмір сүру қабілеті зор, өнері бойында тұнып тұр. Әлбетте, мінезінің қаталдығынан қас дұшпандары көп. Өте көп сөйлейді, шағып сөйлегенді жақсы көреді. Кейде тез ашуға беріледі. Жұмыста өте ұқыпты, жауапкершілікпен қарайды. Мергендер өздеріне сенімді, салиқалы, ауқатты, ой өрісі жетік, өрескел болып келеді. Кез келген кәсіпте икемділігі мен етінің тірлігімен жетістікке жетеді. Бәрінің назарында болғанды жақсы көреді. Әзілге өте жақын болып келеді. Олар бәсекелестікті жақтырмайды және өзін-өзі жетілдіруге тырысады. Жеңіл қозғалады, шаруаны тез бітіреді. Тауешкілер баяу қимылдап ұзақ ойланады. Олар өздеріне талдау жасауға, өздерін басқаруға бейім болады.
эмоцияларын көрсете бермейді, ішінде сақтағанды жақсы көреді, табиғатынан өте адал болып келеді, аса шыдамдылық пен қажырлылық пен қиындықтарды жеңіп мұратына жеткіш. Оны бағытынан ешкім тайдыра алмайды. Бір істі бастамас бұрын 7 рет өлшеп барып кеседі. Суқиғыш. Суқиғыштар адамдар арманшыл болып келеді, адамгершілігімен ерекшеленеді, өзге адамдардың қасіретін жіті түсінеді, өте ашық, тез тіл табысқыш келеді, жұмысқа қабілетті, алайда қатал заңдылықтарды ұнатпайды, жалқаулыққа салынатын кездер жиі болады, жаңа өмірлік жағдайларға бейімделуі қиын, дегенмен олар барлық қиындықтарға мойынсұнбай төтеп береді. Балықтар өте нәзік және қиялшыл болып келеді, сезімтал болғандықтан оларды ренжітіп алу оңай, және де олар ренішті ұзақ сақтап қиналады, дегенмен олар алға қойған мақсаттарына қалай жетуді біледі, логикасы мықты, өзіне есеп бергіш, сондықтан есте сақтау қабілеттері жоғары, білімге құштар, ішкі жан дүниесі бай жандар болып табылады.